Аграрлық университетінің медиа орталығынан жылдың соңғы апталық оқиғаларын ұсынамыз. Ескі жылдағы елеулі оқиғалар мен жаңа жылдағы міндеттер. Ректорлар кеңесінің кезекті мәжілісі өтті. Оқу ордасында рухани тұлғалық тәрбие негізіндегі жаңа орталық ашылды. Болашаққа жолдама, жас ғалымдар халықаралық стипендияны иеленді. Оқу ордасы білім және ғылым саласында мол табыстарға қол жеткізді. Республикалық комиссия шешімімен 569 қазақстандыққа стипендия тағайындалған болатын. Университеттегі жас ғалымдар кеңесінің құрамындағы бірнеше үміткер халықаралық болашақ стипендиясын иеленді. Бұл бағдарламаның басты мақсаты жаңағы біздің еліміздің жақсы мамандары мен кадрларын дайындау болып табылады. Университетімізден 9 үміткер болашақ стипендиясының иегері болып атанды. Әріптестерімді осы жеңіспен құттықтаймын. Жас ғалым Қуантар Әлиханов 2021 жылы Нұрсұлтан Назарбаев қорының жеңімпазы атанды. COVID-19-ға қарсы жаңа суббірлікті вакцина даярлаушы белгілі вирусолог ғалым Қайсар Табынов Қазақстанның 100 жаңа есімі жеңімпаздарының қатарына енгенін естеріңізге саламыз. Айта кетейік, әлемдік QS рейтингінде өз позициясын 79-шы орынға көтеріп, ТМД-ның аграрлық жоғары оқу орындары арасында бірінші орынды иеленген Қазуазу мәртебесінің артуына жас ғалымдардың да қосқан үлесі айрықша. Бұған дейін тиімді және үйлесімді жұмыс істеп келе жатқан Назарбаев ғылым білім орталығы, рухани жаңғыру орталығы, Бауыржан Момышұлы атындағы Айбан әскери патриоттық клубы, Бикен Римова атындағы әдеп клубы, Абай орталығы сынды жастарды рухани тұлғалық дамыту, қалыптастыру бағытындағы ұйымдардың қатары өзін-өзі тану орталығымен толықты. Күні кеше ашылған орталық жұмысы студенттердің шығармашылық белсенділігі мен көшбасшылық қасиеттерін дамытуға, олардың азаматтық ұстанымдарын ұстау және қорғау, толерантты диалог жүргізу біліктерін қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл жарты жылдықта Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті базасында Алматы аймақтық жоғары оқу орындары ректорлар кеңесінің кезекті мәжілісі өтті. Кеңестің күн тәртібінде жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі комплайнс офицердің қызметі туралы, Алматы аймақтық жоғары оқу орындарының 2021 жылғы жұмыстарын қорытындылау және басқа да өзекті мәселелер қаралды. Осыған орай университетіміздің барлық құрылымдық бөлімшелерін қамтыған 580 қызметкер стандарт бойынша оқудан өтіп сертификаттар алды. Бұл халықаралық стандартты енгізудің алғашқы сатысы болып табылады. Сондай-ақ ТМД-ның жетекші аграрлық жоғары оқу орындары ректорлары кеңесінің жыл сайынғы кезекті отырысы өтті. Биыл 18 жыл толып отырған бұл ректорлар кеңесіне 10 елден 19 аграрлық жоғары оқу орындарының басшылары қатысты. Кеңесте індет кезеңіндегі аграрлық білім мен ғылымды дамыту, жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты нығайту және тағы басқа мәселелер қаралды. Ауыл кәсіпкерлеріне ақпараттық маркетингтік бағыттағы қызметтің сан түрін көрсету негізгі миссиясы болып саналатын университеттегі техникалық мүмкіндіктердің базасы ситуациялық орталығында зерттеуші университеттің кеңейтілген ғылыми кеңесі өтті. Кеңесте өткен жылдағы қызмет қорытындыланып, жаңа жылда іске асырылатын міндеттер бекітілді. Межелі міндеттер мен ұсыныстар бірауыздан қабылданған. Жиын соңында университет ректоры Тілектес Есполов барша әріптестер мен білім алушыларды жаңа жыл мерекесімен құттықтады. 22 жылы көп табыстарға жетейін. 22 жылы бұлар жанұяларымызда тек қуаныш болсын, жақсылық, береке, дәулет көп болсын. Гүлнар Мұратбекқызы, Ерден Серікханұлы, Ернар Әзімбайұлы, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің медиа орталығынан.